Чезаре Павезе. Ғажайып жаз. 6 бөлім. Келесі күні түс мезгілінде Амелия Джинаның үйіне келді. Бірақ ол үстел басында Северина отырғандықтан екеуі тек анау-мынау әңгімемен ғана шектелді. Екеуі көшеге шыққан кезде Амелия бүгін таңертең бір суретші әйелде болғанын, ол өзін жалдамақшы екенін айтты. Джинаға да соған неге бармасқа? Әлгі ауыш қатын құшақтасып отырған екі әйелге қарап картина салмақшы екен. Сол себепті мұның да өзімен бірге поза көрсетуіне болар еді. Ол неге айнаға қарап тұрып өз-өзін салмайды екен деп жауап қатты Джина. Сонда ол сеніңше суретті жалаңаштырып салу керек пе? деп күлді Амелия. Джина ательеден қай кезде көңіл соқса, сол кезде кете алмайтынын айтты. Бірақ ол бізге ақша төлейді ғой, түсінемісің, деді Амелия. Мұндай картинаны салудың әуресі көп, сондықтан бұл ұзаққа созылатын жұмыс. Егер сен бармасаң, ол мені де алмайды. Немене, оған бір натурашы аздық етіп тұр ма? Түсінсеңші, оған күресіп жатқан екі әйел салу керек. Сондықтан екі натурашы қажет. Бұл үлкен картина. Бізден тек билеп жүрген секілді позада тұруымыз талап етіледі. Менің поза көрсетуге зауқым жоқ, деді Джина. Неден қорқасың сонша? Ол әйел адам ғой. Зауқым жоқ дедім, болды. Олар трамвай аялдамасына жеткенше салғыласты. Амелия ашулана бастады. Джинаға қырын қарап тұрған күйі. Киіміңнің астында көздің қарашығындай сақтайтын киелі бірдеңе бар деген ойдан амансың ба өзің? деді. Джина жауап қатқан жоқ. Бірақ Амелия, егер сақал өтінсе, ол Джина шешінуден бас тартпас еді дегенді айтқан кезде оның бетіне қарап сақылдап тұрып күлді. Олар өте салқын қоштасты, және Амелияның мұны кешірмейтіні белгілі болды. Алғашта иығын қиқаң еткізгенде қойған Джинаға, кейін Амелия өзін Гвидо мен Родригестің алдында күлкі мазақ ететін шығар, кім біледі. Бұларға ілесіп Гвидо да өзін әжуалап күлетін болар деген тосын ой келіп қорқып кетті. Ал Гвидоға поза көрсетер едім, ертең ол өзі қаласа, деп дейді ол. Бірақ өзіне қарағанда Амелияның мүсіні сымбаттылау екенін, қай суретші де соны таңдайтын ол жақсы білетін. Амелия кемел жастағы әйелге көбірек ұқсайтын. Амелияның алдын орау үшін ол кешке қарай студияға соқты. Гвидо оған осы мезгілде қашанда сонда болатынын айтқан. Бірақ есі құлыптаулы екен. Гвидо Амелиямен және Родригеспен бірге кафеде отырған шығар деген ой келді Джинаға. Ол сонда барды. Бірақ витринадан қолымен иегін тіреп шылым шегіп отырған Амелияны ғана көрді. Сор қайнаған-ай, деп ойлады Джина үйіне қайтып келе жатып. Кешкі астан кейін көшеде қыдырыстап жүрген ол студияның терезесінде жарық барын көріп қуанып, жоғарыға жүгіріп шықты. Есікті Родригес ашып, ішке кіруін өтініп, оның көзінше ауқаттанатынына кешірім өтінді. Қарны керемет ашып қалғанын айтты. Үстел жанына барған ол колбасаны қағазға ораулы тұрған күйі жеп жатты. Ал бөлменің шамы Джина мұнда алғаш келген кездегідей адамның жігерін құмқыла шақырайып тұрған болатын. Родригес бала құсап тұтас бөлкенің шетінен тістеп жеп тұрды. Егер оның бет-әлпеті қоңырқай, көзі алдамшы болмаса, Джина бәлкім мұнысына әзіл айтқанда болар еді. Ол бұған да жүрек жалғауға ұсыныс білдірді. Бірақ Джина Гвидоның қайда екенін сұрады да қойды. Оның оралмай жатқаны, кезекшілікте екенін, казармада қалуға мәжбүр болған білдіреді, деді Родригес. Олай болса кетейін деп ойлады Джина. Бірақ мұны дауыстап айтуға батпады. Өйткені өзіне тесіле қарап тұрған Родригес мұның тек Гвидоны көріп қайту үшін ғана келгенін түсініп қоятын еді. Не істерін білмеген ол мынандай жарықта шектен тыс жадау көрініп тұрған бөлмені көзбен шолып өтті. Еденде шашылып жатқан қағаздар мен темекі тұқылдарына көз кідіртті. Сосын Родригестен біреуді күтіп тұрсың ба деп сұрады. Иә, күтіп тұрмын, деді шайнаңдауынан тыйыла қалған Родригес. Джина кетіп қалуға тіптен тап осы жерде де тәуекел ете алмады. Одан Амелияны көрген-көрмеген сұрады. Сендер тек бір-біріңді іздейсіңдер де жүресіңдер, деді Родригес одан қадала қарап. Бұларың қалай? Екеуің де әйел адам емессіңдер ме? Ол не деген сөз деп сұрады Джина түсінбей. Ол ма? деді Родригес күлімсеп.
Басқа мұны сендер жақсы білуге тиіс едіңдер. Ішкі түйсік арқылы сезулерің керек еді. Өйткені ішкі түйсік әйелдерге етене тән қасиет емес пе? Джина азды-кем іркілді де: Амелия мені іздеді ме деп сұрады. Іздеу деген не? Саған деген сағыныштан өле жаздап жүр, деді Родригес. Бөлме түкпіріндегі перде қақ жарылып, ар жағынан Амелия шықты. Ол Родригеске тап берді де анау бөлкенің бір кесегін тісімен үзіп алған күй үстелде айнала қашты. Екеуі құдды бір қуыспақ ойнағандай болды. Амелияның басында қалпағы жоқты және қатты ашуланып тұрғандай көрінген, бірақ бөлменің ортасына жетіп тоқтады да күле бастады. Алайда мұнысы онша үйлесім шықпады. Сен екенсің ғой, оны біз қайдан білейік, деді ол. Тамақ ішіп жатқан болдыңдар ғой, деді Джина салқын ғана. Біз оңаша сырласып отырып тамақтанып жатқанбыз, деді Родригес. Егер үшеу болсақ, сырласу одан да сәнтірек бола түспек. Гвидоны іздеп жүрмедің? Деп сұрады Амелия. 1 минутқа ғана кіріп шығайын деп келгем. Мені Роза күтіп отыр. Күн кеш боп кетті. Тоқта, миғла, деп айқайлады Амелия оның соңынан. Бірақ Джина оған: Мен миғла емеспін, деп жауап қатты. Сосын баспалдақпен жүгіріп төмен түсіп кетті. Бұрыштан айналып бара жатқан кезінде арт жағынан тырп-тырп басқан өкшенің дыбысы естілді. Біреу соңынан жүгіріп келе жатыр еді. Бұл Амелия болатын. Басында қалпағы жоқты. Неге кетіп барасың? Родригестің сандырағына шынымен сеніп қалдың ба? Джина жүрсін үзбеген күйі оған: Басымды қатырма, деді. Осы оқиғаны еске алғанда өзін құдды бір әліге дейін студиядан қашып бара жатқандай көріп, жүрегі көп күн бойы дүрсіл қағумен болды. Амелия мен Родригес жайында ойлағанда ыза боп жұдырығын түйіп алатын. Ал Гвидо туралы тіпті ойлауға да батылы жетпеді. Және онымен қалай жолығысуға болатынын да білмеді. Одан да айырылып қалуға еш күмән жоқты. Ақыры бір күні өзіне өзі: Есіккен біреумін ғой, неге кілең әлдекімнің соңынан жүгірем де жүрем? Жалғыздықта өмір сүруді әлі үйренгем жоқ. Керек еткен адам мені өзі-ақ іздеп таппай ма, деді. Осыдан бастап көңіл тыныштау, Гвидо жайында жүрегі алып-ұшпай-ақ ой кешетін болды. Сөйтіп Севериноға көбірек назар аудара бастады. Ол болса мұны кейде таңырқатып қоятын шығарды. Оған біреу бірдеңе айтқан кезде жауап қайтармас бұрын төмен қарап тұрып қалатын. Әлгі адамның айтқанын мақұлдап бас шұлғи қоймайтын. Аз сөйлеп көп тыңдайтын. Жалпы алғанда еркек болғанына қарамастан, ол онша ақылсыз да еместі. Ал өзі осы күнге дейін Роза секілді қылық көрсетумен болды. Сондықтан жұрттың Розаға қалай қараса, бұған да солай қарап жүргеніне таңғалатын не бар? Бұдан кейін ол ешкімді іздеген жоқ. Кино мен бейзалына да барған жоқ. Көшеде жалғыз сенделіп жүргенді, кейде орталықта болып қайтқанды қанағат тұтты. Қазір қараша айы еді. Күн салқын тартып кеткен. Сондықтан күні кешкісін трамвайға отырып, пассаждан түсіп қалатында, азын-аулақ уақыт тентіреп жүріп үйіне қайтып оралатын. Гвидоны жолықтырып қалам ба деген үміті әлі үзілмеген еді. Осы себепті солдат атаулының жүзіне кез салмай өтпейтін еді. Бір жолы ол Амелияны іздеп әншейін көз тастау үшін жүрегі лүп-лүп соғып кафеге келді. Онда адам көп екен, бірақ Амелия жоқ боп шықты. Уақыт өтіп болмады, бірақ күннің суытуына байланысты үйде отырудан тауқымет тарта қойған жоқ. Осынау сүреңсіз күндерде Джина кешегідей көңілді жазды енді ешқашан көре алмайтын шығармын деп түйді. Мен қазір тіптен басқа елмін деп ойлады ол. Сол кезде қандай шолжақай болғаныма қазір тіпті өз-өзімде сене алмай жүрмін. Қалай ғана от баспай аман қалғанмын десеңші. Алдағы жылы тағы да жаз шығатын оған мүлде мүмкін еместей көрінді. Сөйтіп ол жып-жылы кеште өзінің көп жылағанына көзі бұлаудай боп бульвармен келе жататын. Құдды бір 30-тағы кәрі қыз құсап, үйден жұмысқа, жұмыстан үйге, күндегісін күнде осылай жүретін көз алдына елестетті. Бәрінен де жаманы қараңғылықта жарты сағат жата тұрудың ендігі жерде еш қызығы қалмаған еді. Тіпті ас үйде күйбеңдеп жүрген кезде де студия жайын ойдан шығармайтын. Кейде бір нүктеге қадала қараған қалпы түк істемей ұзақ тұрып қалатын.
Одан соң ол осылай 2 аптадай ғана уақыт өткізген ұқты. Ательеден шыққан шағында біреу өзін кіреберісте күтіп тұрады-ау деп әрдайым үміт ететін. Ал онда ешкімнің жоқтығын көргенде бұл күн босқа құрғандай, өзі тек ертеңгі бүрсігүнгі үмітпен тірлік етіп, ешқашан орындалмайтын әлдебір нәрсені босқа күтіп жүргендей сезінетін. Әлі 17-ге толғам жоқ, алда көп уақытым бар деп жұбатты ол өзін өзі. Бірақ көшеде соңынан жалаңбас жүгірген Амелияның неге осы күнге дейін төбе көрсетпей жатқанын түсіне алмай-ақ қойды. Бәлкім, өзі жайында білетіндерін Джина жұртқа жайып жүрме деп қорыққан шығар. Бір күні кешке таман сеньора Биччи оны телефонға шақырды. «Сені еркек дауысты бір әйел сұрайды» деді. Бұл Амелия еді. «Бері қара, Джина, ана жақтағыларға Северино сырқат деп өтірікті соқта, бізге кел, Гвидо да осында. Кешкі асты бір көтеріп ішейік. Ал Севериноны қайтем? Үйіңе барып тамағын әзірле, сосын осында кел, сені күтіп отырмыз». Джина тап солай істеді. Жүгіріп үйіне барып Севериноға кешкі асты Амелиямен бірге ішетінін айтты. Одан соң шашын жөнге келтіріп алды да үйден шықты. Жаңбыр жауып тұрған. Амелияның даусы өкпе ауруымен ауыратындардың даусындай. «Сор қайнаған-ай» деп ойлады ол. Мұнда Гвидо болмаса бірден кетіп қалайын деп ұйғарған еді Джина. Студиядан Амелия мен Родригесті кезіктірді. Екеуі қара көлеңкеде керосинканы жағып жатыр екен. «Гвидо қайда?» деп сұрады ол. Амелия бойын тіктеп алақанының сыртымен маңдайын бір сипап өтті де пердені нұсқады. Гвидо пердеден басын шығарып Джинаға «Сәлем» деп айқайлады. Джина жымия күлді. Үстелдің үстінде қағаз тәрелкелер мен азын-аулақ азық-түлік тау боп үйіліп жатыр еді. Төбеден керосинка жарығының сәулесі сарғыш шеңбер көрініс берді. «Шам жағыңдар» деп айқайлады Гвидо. «Қажет жоқ, осылай жақсы» деді Амелия. Бөлме іші салқындау болатын. Бәрі пальтомен жүрген. Джина бұл қол жуғыш тұрған бұрышқа барып пердені былай сырып қатты дауыстап: «Бұл кімнің құрметіне арналған отырмақ?» деп сұрады. «Қаласаң, сенің құрметіңе», деді қолын сүртіп тұрған Гвидо оған ақырын ғана. «Неге келмей кеттің?» «Ана жолы келгем, бірақ сіз болмадыңыз», деді Джина сыбырлап. «Маған сен деп сөйле», деді Гвидо. «Бүгін кеште бәріміз де сенбіз». «Сіз кезекшілікте болдыңыз ба?» деді Джина. «Сен кезекшілікте болды», деді Гвидо оны шашынан сипап тұрып. Осы сәт Джинаның арқа тұсынан шам жағылды да пердені жібере қойған ол қауын бейнесі бар картинаға қадала қарап тұрып қалды. Бөлменің жылынғанын күтіп, үстел басында ешкім отырған жоқ. Пальто киіп, қолын қалтасына салып алған олар бір бұрышта, екінші бұрышқа сенделіп жүрді де қойды. Осыған қарап, бұларды бейне кафеде жүрма деп қалуға болатын. Родригес өзіне шарап құйып алды. Сосын басқа 3 стакан толтырды. «Кішкене кідіре тұрыңдар», деді Амелия. Ал Родригес: «Бастайтын уақыт болды», деді. Одан соң олар үстіндегі шарабы төгіліп қалмас үшін абайлап көтеріп, үстелді тақтаның жанына келіп қойды. Сол арада Джина ылдым-жылдым қимылдап Амелияның жанына барып отырып алды. Колбаса, жемістер, тәттілер мен талдан тоқылған қабы бар 2 үлкен шыны сауыт дастархан мәзірін құрайтын. Амелия мен Гвидо бұрында осындай отырыс жасаған-ау, шамасы деп ойлады Джина. Сосын шарап ішіп алған соң олардан осы турасында сұрады. Ал аналар бұл студияда қандай тентектік жасағандарын күліп отырып айтып берді. Мұны тыңдап отырған Джинаның қызғаныштан іші күйіп бітті. Өзін дүниеге тым кеш келгендей көрді. Сол үшін өзі ескем деп сөкті. Суретшілермен тәлімсудің қажет жоғын ол түсінетін. Өйткені бұлардың өмірі басқалардың өміріне ұқсамайтын. Бірде-бір картина салып көрмеген мына Родригесті алайық. Міне, ол қойдан жуас кейіпте тамақ жеп отыр. Ал бірден айтса дәйім текке кетіп мұқатумен болады. Ол бұған көзінің астымен қоланы қарап қойып отырған. Содан ба Гвидоның Амелиямен қалай көңіл көтерген жайында әңгімеден туған ашу-ызасын Джина Родригеске бағыштаумен болды. «Мұны маған айтып отырғандарың дұрыс емес», деді Джина шағынғандай болып. Ол кезде мұндай болмаған сондай өкінтеді.
ал қазір енді басында емессің бе, көтере бер көңілін, деді Амелия. Сол арада Джинаның бойында Гвидомен оңаша қалуға деген керемет құштарлық пайда болды. Алайда қасында Амелия отырғандықтан ғана бойына осындай батылдық кіргенін де түсінетін. Әйтпесе әлдеқашан қашып кетер еді. Өз ырқыма өзім ие болуды әлі үйренгенім жоқ, алабұртпауым керек дегенді ол іштей сан қайталап айтумен болды. Одан соң бәрі шылым шегуге кірісті. Оған да сигарет берілді. Джинаның тартқысы келмеген, бірақ Гвидо қасына кеп отырып, темекісін тұтатып бермекке сіріңке жақты да түтінді ішке жұтпау керегін айтты. Амелия мен Родригес тақтаның шетінде әлденемен әуре боп жатқан. Гвидоны былайырақ ығыстырған Джина орнынан атып тұрды да сигаретті қоя салып, бірауыз тіл қатпастан студияның түкпіріне қарай кетті. Сосын пердені серпіп, ар жағына өтіп, қараңғы жерде үн-түнсіз тұрып қалды. Арт жағында сөйлеп жатқандардың даусы алыс қиырдан шыққандай тым бәсең естілетін. «Гвидо», деді ол теріс қарап тұрған қалпа күбірлеп. Оның айтып кереуетке етпетінен құлай кетті. Төртеу үйден бірге шықты. Ешқайсысы ләм деп жақ ашқан жоқ. Гвидо мен Родригес оларды трамвайға дейін шығарып салды. Беретін көзіне түсіре киген Гвидо мүлдем басқа адам тәрізді көрінді. Джинаның қолын екі қолмен қыса ұстап оған «Джинетта, сүйіктім» деді. Аяғының астындағы тротуар қозғалып бара жатқандай. Джина тәлтіректеп кетті. Амелия оны қолтықтап алды. Олар трамвайды тосып тұрғанда әңгіме велосипедтер жайына ойысты. Ал Гвидо Джинаның қасына жақындап оған ақырын ғана: «Байқа, айнып қап жүрме, әйтпесе портретін салмаймын», деді. Джина жымия езу тартып оның қолынан ұстады. Трамвайда ол жүргізушінің арқасынан көз аудармаған қалпы үнсіз отырды. Үйге барған бойда бірден төсегіңе жат, деді Амелия. Басқадан гөрі шараптан көбірек шалдығып қалғандайсың. Ойлама, мас емеспін, деді Джина. Бола тұрайын ба қасыңда, деді Амелия. Жайыма қалдырғаның жақсы болар еді. Одан соң Амелия өткен жолы әңгімелері жараспаған жайында сөз қозғады. Бірақ Джина ештеңе естіген жоқ. Ол трамвайдың тарсыл-күрсілін тыңдап отырған болатын. Үйіне кеп оңаша қалған кезде өзін әлдеқайда жақсырақ сезінді. Себебі ешкім тесіреп қарап тұрмаған. Кереуетке кеп тізе бүгіп ұзақ уақыт бойы еденге қарап отырды да қойды. Сосын шұғыл шешінді де көрпенің астына сүңгіп жарықты өшірді. Ертеңіне күн жайма-шуақ боп тұрды. Науқасынан құлан-таза айырылған жандай қутыңдаған Джина киіне бастады. Гвидоның ұйқыдан тұрғанына 3 сағаттай боп та қалды-ау деп ойлады. Сосын айнаға қарап тұрған күйі өзіне өзі күлімсірей, езу тартып, «Сүйдім» деген ишарат жасады. Сөйтті де жұмыстан оралатын Северин оны күтпестен үйден шығып жүре берді. Ол көшемен әдеттегідей жүріп келе жатқанына, тамақ ішуге аңсар ауып тұрғанына таңырқанды және тек бір ғана нәрсе турасында ой кешумен болды. Ендігі жерде ол Гвидомен ана екеуінен оңаша кездесуге тиіс. Бірақ Гвидоның оған бар айтқаны: «Студияға келіп тұр», деді. Басқа бір жерде оңаша кездесу жайында әңгіме болған жоқ. Сірә, мен оны шын жүректен сүйетін шығармын деп ойлады ол. Әйтпесе менің кім болғаным? Оған ойда жоқ, түсте жоқ жерден жас қайтып оралғандай, бетің ауған жаққа бара беруге, күлуге, әзіл-қалжың айтуға құштарлығың оянатын. Дүниедегінің бәрі саған қуаныш сыйлайтын жас шыққандай көрініп кетті. Болған оқиға оған шындыққа мүлдем дерлік жанаспайтын нәрсе секілді сезілді. Егер өзінің орнында Амелия жатқанда қараңғыда Гвидоны мұны байқамай да қалу мүмкін екенін ойлағанда оны күлкі кернеп кетті. Сірә менің қалай сөйлейтінім, қалай көз қиығын салатыным, әлпетім мен сымбатым оған ұнайтын болса керек. Ол мені құрбысы ретінде ұнатады. Ол мені сүйеді. 17-ге толғаныма ол сенбей қойды. Мені көзімнен сүйді. Мен нағыз әйелге айналдым. Енді оған студия жайында ой кешіп, кештің түсуін күтіп, күні бойы жұмыс істеу зор қуаныш әкелетін болды. Мен Гвидо үшін әншейін натураш емеспін деп ойлады ол. Біз екеуміз доспыз. Гвидо картиналардың артықшылы неде екенін қаперіне кіріп те шықпайтын Амелияны қатты аяп кетті. Бірақ сағат 2-де Амелия үйіне іздеп келгенде Джина тек бір
қалды. Амелиядан әлдене жайында сұрамақ еді, бірақ әңгіменің неден бастарын білмеді. Ал бұл жайында Гвидодан сұрауға жүрегі дауаламайтын кәмілді. «Біреулерді көрдің бе?» деп сұрады ол. Амелия иығын қиқаң еткізді. «Кеше сен жарықты өшіргенде менің басым айналып кетті шамасы. Айқайлап жібердім ғой деймін». «Айқайлағанымды естісің бе?» Амелия оны барынша байсалды кейіпте тыңдап тұрған. «Мен ештеңе де өшірген жоқпын», деді ол жай ғана. «Бар білетінім, сен бір жаққа ғайып болып кеттің. Гвидо сені сойып жатыр екен деп ойлап қалуға болатын. Көңіл көтере алдыңдар ма әйтеуір?» Джина тура алдында қарап келе жатқан бойы мұрнын кіржитті. Олар келесі аялдамаға дейін жаяу кете барды. «Родригесті сүйесің бе?» деп сұрады Джина. Амелия күрсініп алды да: «Қорыққа, мен саған сары шашты жігіттер ұнамайды. Шынымды айтсам, олардан гөрі маған сары шашты қыздар көбірек ұнайды», деді. Джина езу тартты да қойды. Ол Амелиямен бірге келе жатқанына, екеуінің тату екеніне дән риза болатын. Екеуі пассаждың жанында үнсіз ажырасты. Бұрышта жеткен соң Джина бұрылып, Амелия әлгі суретші әйелге бара жатыр ма екен деп соңынан қарап тұрды. Ал өзі сағат 7-тен қайтадан студияға барды. Сосын алқынып қалмайын деп асықпай басып 6-шы қабатқа көтерілді. Аяғын асықпай басқанмен 2 тепкіштен бірден аттап келе жатқанды. Жол бойы ол тек егер Гвидо бөлмеде болмаса, онда мұның айыбы жоқ деп ойлаумен болды. Алайда есік ашық екен. Гвидо оның аяқ дыбысын естіп алдынан шықты. Қазір Джина шын мәнінде де шексіз қуанышты болатын. Джинаның онымен сөйлескісі, оған көп нәрсе жайында айтқысы келген. Бірақ Гвидо есікті құлыптады да оны құшақтай алды. Терезеден әлгі жарық себіліп тұрған Джина оның иығына бетін басты. Көйлегінің сыртынан денесінің жылуын сезді. Екеуі тақтаға отырды. Сол арада Джина денеңе деместен жылап жіберді. Жылап отырған ол, Гвидо да қосыла жыласа еді деп қояды. Жүрегінің сыздап қоя бергенін сезді. Содан буыны босап басы айналып бара жатқандай болды. Бірақ ойламаған жерден таянышынан айырылып қалды. Гвидоның орнынан тұрған сезген ол көзін ашып қалды. Гвидо оған таңырқай қарап жанында тұр еді. Сол кез Джина да жылаудан тыйылды, себебі жұрттың көзінше жылап отырғандай болған. Айнала төңірегінен ештеңе дерлік ажырата алмай қалған Джина Гвидоның көз алдында жанары тағы да жасқа тола бастағанын аңғарды. «Жә, болар енді», деді Джина ойнақ үнмен. «Өмір онсыз да қысқа, жылаудан қажет жоқ». «Мен қуаныштан жыладым», деді Джина. «Онда ештеңе етпес», деді Гвидо. «Бірақ келесі жолы солай деп бірден ашып айт». Сөйтіп арада жарты сағаттай өтті. Бірақ одан Амелия жайында, өз жайында, картиналар жөнінде, кешкілік немен айналысатыны хақында, өзін сүйетін сүймейді турасында, осындай көптеген жайлар төңірегінде егжей-тегжейлі сұрап білгісі келген Джинаның бұған ақыры батылы жетпеді. Бар жоғы тек оны перденің тасасына баруға ғана көндіре алды. Өйткені жарықта жұрт олары қарап тұратындай сезімде болған. Сол жерде екеуі сүйісіп жатқан кезде Джина оған ақырын ғана: «Кеше қатты ауыртқаның сонша бақырып жіберуге шақ қалдым» дегенді айтты. Бұдан кейін Гвидо екпін сәл бәсеңдетіп құлағына: «Көрде тұр, ол уақытша нәрсе, көрде тұр. Міне, қазір ауыртты ма?» деп сыбырлап оны жұбатып аймалауға кірісті. Кейін екеуі бір-бірінің денесінің қызуымен жылтып, жан рахатын тауып маужырап жатқан шақта Гвидо оған көп нәрсені түсіндіріп берді. «Сендей қызға жаманшылық жасамаймын. Бұл жайында алаңдамауыңа болады», деді. Сол арада Джина қараңғыда оның қолын қармап сүйіп қалды. Гвидоның жақсы жігіт екенін білгеннен кейін Джинаның батылдығы арта түсті. Осы себепті оның иығына басын қойып, «Өзіңмен әрдайым оңаша кездескім келеді. Себебі өзіңмен бірге болған маған өте ұнайды, ал басқалармен олай емес», деді. «Кешкісін мұнда Родригес қонуға келеді. Оны қалай далаға қуалам?» деді Гвидо. «Бұл жерде жұмыс істейтін орын ғой, түсінемісің?» Джина оған өзіне тек 1 минут қана, бірнеше минут қана жететінін, өзінің де жұмыс істеп жүргенін, мұнда күнде кешкісін осы уақытта кіріп шығатын, бірақ сол кезде тек жалғыз өзі ғана болғанын қалайтынын айтты. «Родригес мұнда өзің әскери қызметтен босағаннан кейін де келіп жүр ме?» деп сұрады ол.
Сенің суретті қалай салатыныңды сондай көргім келеді, бірақ басқа ешкім болмас екен. Сосын оған поза көрсетуге қарсы еместігін, бірақ тек жаңағы шарттың орындалу керегін айтты. Олар қараңғы жерде жатқан, сондықтан Джина қараңғылық қоюланып кеткенін байқамай қалды. Бұл күні Севериноға жұмысқа құрғақ тамақ ішіп баруына тура келді. Бірақ мұндай жағдай алғаш рет жолығып тұрмағандықтан, ол оған ешқандай реніш білдірмейтін. Джина студиядан Родригес келген соң ғана кетті. Әскери қызметтен босар алдында осынау соңғы күндерде Гвидо кешкілік кенептерге төсеме бояу жағып, оларды кептірді. Мольбертті реттеді. Сөйтіп бәрін жөнге келтірумен шұғылданды. Ешқайда шыққан жоқ. Родригестің бұдан былай да онымен бірге тұратыны шешілген мәселе екенін байқалды. Бірақ Родригестің барлығын былықтырумен Гвидоның сың біреуге мұршасы болмай жатқан кезде бос сөзбен жолын бөгеуден басқа қолынан ештеңе келмейтін. Джина студияны тазалап тәртіпке келтіруге қуана-қуана қол ұшын берер де еді Гвидоға. Бірақ Родригестің әр нәрсені айтып соқтығып, бұларға қол байлау болатынын жақсы білетін. Істерге іс жоқтықтан Джина қайтадан Амелиямен қыдырыстай бастады. Көбіне көп олар киноға баратын. Себебі екеуі бір-бірінен әлдене жасырып жүргендіктен оларға кешті мылжыңдасумен өткізу ауыр соғатын. Амелияның ойында бірдеңе бары, соны айтудың амалын таппай әуреге түсіп жүрген белгіледі. Ақсары шашты қыздар мен жігіттер жайында деміл-деміл әзілдеп қоятын тегін еместі. Бірақ Джина оған әбден бауыр басып қалған. Сондықтан сезімін жасыруға шарасыз болатын. Бірде кешкісін үйге қайтып келе жатқан кездерінде Амелиядан әлгі суретші әйелмен бәтуаға келген-келмеген сұрады. Амелия таңырқағандай түр көрсетті, бұл жайында әңгіме етудің өзі артық екенін айтты. «Не олай дейсің?» деді Джина. «Мен ешқашан поза көрсеткем жоқ. Бірақ маған бола бұл жұмыстан айырып қалсаң, өзімді өте ыңғайсыз сезінем ғой». «Құдай ақы қоя тұршы», деді Амелия. «Сен өзіңе нақсүйер таптың, енді жұртқа түкіргенің бар. Оның дұрыс та шығар, бірақ сенің орныңда болсам сақтанған болар едім». «Не себепті?» деп сұрады Джина. «Северино не дейді? Күйеу бала оған ұнай ма?» деді Амелия күліп. «Не себепті сақтануға тиіспін?» деп сұрады Джина. «Тәуір суретшімді тартып аласың да, түк ештеңе білмегенде боласың, Джинаның жүрегі қылп ете түсті. Амелияның өзінен көз аудармай келе жатқанын сезген күйі бір минуттай үнсіз қалды. Сосын: «Сен Гвидоға поза көрсеттің бе?» деп сұрады. Амелия оны қолтықтап алды да: «Әншейін айтам» дей салды. Содан соң азды-кем үнсіздіктен кейін қыздардың қадір-қасиетін түсінбейтін, алғаш кезіккен біреудің соңынан сүймеңдеп еріп кететін арыстармен әуей болып, сау басына сақина тілегенше, «Сен де әйел, мен де әйел, екеу боп қыдырғанымыз жақсы емес пе?» деді. «Бірақ сен Родригеспен көңіл қосып жүрсің ғой», деді Джина. Амелия иығын қиқаң еткізді, мырс етіп күлді. Сосын: «Маған бір нәрсе айтшы, Гвидо қалай қылғанда да тым қатты кетпей ме?» деп сұрады.